аяз сахиб, жер бетінде тіршіліктің пайда болуына және эволюцияға қатысты исламның көзқарасы қандай? Әрине, бұған қатысты әртүрлі пікірлер бар. Және бұл да ежелден келе жатқан сұрақтардың бірі. Мұсылмандардың бір тобы Құдай тағала Адам алейхиссаламның бейнесін саз балшықтан жасап, соған жан бітірді деп сенеді. Осылайша ең алғашқы адам пайда болғанбыз. Сондай-ақ эволюцияның дарвиндік тұжырымдамасы бар. Бірақ та біз қасиетті Құраннан не табамыз? Құран бізге сіз айтқандай өтілген Мәсіх алейхиссалам мен оның ізгі халифалары заманынан басталған қайта өркендеудің әсем дәуірінен, яғни исламның қайта өркендеу дәуіріне шындықтарды ашып үйретіп жатқанды. Қасиетті Құранда эволюцияның түрлі кезеңдері туралы айтылған. Құранның бір аятында былай делінген: яғни біз әрбір тіршілік иесін судан жараттық. Содан кейін басқа жерде Алла тағала былай дейді: яғни ол адамды қыш сияқты сыңғырлаған құрғақ саздан жаратты. Сосын хамаим маснун делінген тағы бір аят бар. Яғни адамды жағымсыз иіс шығарған жабысқақ балдыр мен тұнбадан жаратқан кезең болғанды. Бұл қасиетті Құрандағы қайшылықтар емес, жаңа айтқанымдай, бұл эволюциялық процестің түрлі кезеңдері. Әзіреті 4-ші халифа, Алла оны рахметсін, осы сұраққа тамаша жауап берген. Оның айтуынша, ғалымдар эволюцияның осы тұжырымдамасын зерттегенде бір мәселеге тап болды. Оның мәнісі, ғаламдағы органикалық емес заттар органикалық заттарға қалай айналуы мүмкін еді. Органикалық емес заттарға сутегі, оттегі және көміртегі жатады. Олар зертханада сынақтар жүргізе бастағанда, осы заттардың сол кездегі ортасын құрастырып, оларды электр тоғының әсеріне ұшыратты. Сонда әлгі заттар белгілі бір деңгейде синтезделе бастады. Бірақ олар сумен әрекеттескен сайын бірден ыдырап бастапқы күйлеріне оралып отырды. Бұл тіршіліктің қалай пайда болғанын түсіндіруге кедергі болды. 4-ші халифа қасиетті Құранға сүйене отырып, осы процесті Құдайдың аяны, ақыл, білім және ақиқат атты өзінің кітабында егжей-тегжейлі сипаттап берді. Айтып өтетін болсақ, осы органикалық емес заттар суда болғандықтан, одан да күрделі қосылыстарды түзе алмады. Кейін олар кремнийдің жеткілікті мөлшері бар тастардың беттеріне шөгіп қалды. Содан кейін сол кремний мен тұнба хамаим маснун деп аталған қосылысты түзді. Сосын ол күн астында құрғаған кезде соль-солинге, яғни қыш сияқты сыңғырлаған сазға айналды. Кейін осы субстанция қыш сияқты сыңғырлаған саздай құрғаған кезде ол қайтадан суға қайтарылды. Енді оның құрамында кремнийдің болуына байланысты ол жаңа күйге ауысты. Осылайша эволюциялық процесс бастау алды. Біз эволюциялық дамудың осылай басталғанына сенеміз. Біз дарвиндік эволюция теориясына сенбейміз. Біз құдіретті Алланың кәміл басқаруының арқасында әрбір биологиялық түрдің эволюциялық дамуының өзіндік жолы болды деп санаймыз. Рабб сөзінің мағынасы соны білдіреді. Қасиетті Құранның алғашқы сүресі эволюция тұжырымдамасын ескереді. Және Рабб сөзі келесі мағынаны қамтиды. Рабб сөзі араб тілінде біртіндеп кезең-кезеңмен эволюциялық өсуді қамтамасыз ететін субъектіні білдіреді. Сондықтан бұл тура мағынада саздан жасалған фигураның мүсіннің болуын және Алла оған үріліп бір мезетте жан бітірді деген тұжырымдаманы бірден теріске шығарады. Біз Құдайдың құдіреті басқаруының бақылауымен және оның қамқорлығымен болған эволюциялық процеске сенеміз. Өтілген Мәсіх алейхиссалам бұны растау үшін өте қисынды және керемет дәлелдерді келтірген. Оның айтуынша, Алланың осы эволюциялық процесті басқарғанының дәлелі, егер бұл бір тізбекте кездейсоқ дамып, содан кейін екіншісіне ауысқан эволюцияның ретсіз жүйесі болса, біз әлі де эволюциялық процестің жалғасуына куә болар едік. Бірақ біз Алланың оны белгілі бір деңгейге жеткізгенін, содан кейін эволюция процесі тоқтатылғанын көреміз. Бізде жаңа құлақтар, жаңа мұрындар, жаңа көздер пайда болып жатқан жоқ. Және өтілген Мәсіх алейхиссалам айтқан, эволюция процесі барысында адам табиғи түрде жаңа қабілеттерге ие болар еді. Оның құлақтары көбейіп, тіпті тағамның дәмін жақсырақ сезу үшін мүмкін онда 2 мұрын пайда болар еді. Бірақ бұлай болып жатпағанын көреміз. Және эволюциялық процестің артында Құдайдың басқаруы тұрғанына тағы да көз жеткіземіз.
Алла разы болсын, Аяз сахиб. Енді мен Фархан сахибтің екінші сұрағына көшемін. Ол сұрайды: жаратылыс тарихын Ахмади мұсылмандарының түсінуі бойынша Әзіреті Адам алейхиссалам бірінші адам болған ба? Асқар сахиб, сізге сұрақ: Адам алейхиссалам бірінші адам ба? Әзіреті Иса алейхиссалам туралы өткен пікір алмасуда осы мәселеге қатысты қызықты мысал болған. Мәсіхшілер Исаны Құдай деп санайды, өйткені оның әкесі жоқ. Ал Құранда Исаның жағдайы Адам алейхиссалам жағдайына ұқсайды делінген. Егер сіздер Исаның әкесі болмағандықтан оны Құдай санасаңдар, онда әкесі де, анасы да жоқ Адам алейхиссалам туралы не айтасыңдар? Демек, егер Иса Құдай болса, онда Адам алейхиссаламды Құдай деп тануға екі есе көп негіз бар. Сондықтан біз бұл тұжырымдаманы Адам алейхиссалам бірінші адам болды ма, жоқ па, және ол қандай адам болған деген сұраққа сүйене отырып жоққа шығарамыз. Сондай-ақ киелі кітап пен қасиетті Құран ілімдерін ескере отырып, бұл тек гипотетикалық мәлімдеме екенін есте ұстаған жөн. Бұнда өзіндік диалектикалық тәсіл қолданылған. Осы дәлелдердің нақты мағынасы бұл емес, түсіндіріп кеткім келеді. Құран сөз етіп отырған Адам алейхиссаламды бірінші адам деп жарияламайды. Бұл тек Иса Әзіреті Адамға ұқсайды деген болжамнан шығады. Яғни адамның әкесі де, анасы да жоқ, және ол бірінші адам болған біз. Құранда бұл мысал тура мағынада емес, мәсіхшілердің пікірін теріске шығаратын дәлел ретінде қолданылады. Яки сіздер, мәсіхшілер, Иса Мәсіхтің әкесі жоқ болғандықтан, оны өте ерекше тұлға санайсыздар. Онда сіздер әкесі де жоқ, анасы да жоқ Адам алейхиссаламға екі есе көп мән берулеріңіз керек. Біз бұған сенбейміз, сіздер бұған сенесіздер. Және бұл сіздердің құндылықтар жүйеңізге сәйкес келмейді. Сондықтан егер кейбір мұсылмандар да осыған сенсе, онда олар исламға қатысы жоқ мәсіхшілердің көзқарасын ұстанған болғанды. Киелі кітап пен Құранды мұқият оқысаңыздар, Адам мен Хауаны жердегі жалғыз адамдар болмағанын аңғарасыздар. Тіпті олар өмір сүрген бақта басқа адамдар да болды. Басқа адамдар болуы керекті. Мәсіхшілерден сұрасақ, Адамның ұлы Қабыл өзінің бауыры Әбілді өлтіріп, қатыгездік әрекетін жасаған кезде, Қабылмен кездескен біреу оны өлтіріп қоймас үшін, Құдай оның маңдайына белгі ретінде өз есімінің бір әрпін жазған делінген. Сонда кім оны жолықтыруы мүмкін еді? Егер жер бетінде оның анасы мен әкесі ғана болса, олар оған шабуыл жасамас еді ғой. Олар Қабылдың ата-анасы ретінде қатты ашуланды, бірақ олар өз ұлдарын өлтірмес еді. Басқа адамдар болуы керекті, өйткені ол Нот жеріне барып қоныстанды. Және ол, мен қайда барсам да адамдар мені қудалап, мені өлтірмекке талпынады деген. Демек, сол жерде басқа адамдар да болған. Сонымен ол ақыры басқа жаққа қоныстанып, сол жақта бір қызға үйленіп, отбасын құрады. Бұл қыз кім? Ол қайдан пайда болды? Ол белгісіз бір себеппен Нот жерінде жүрген өзінің туған қарындасы ма? Адам ата мен Хауа анадан туған, сөйтіп ақыры соған үйленген бе? Бұның бәрі Адам алейхиссаламмен бірге бір уақытта өмір сүрген басқа адамдардың да болғанын көрсетеді. Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам түсірілген қасиетті Құран да соны растайды. Әл-Бақара сүресінде Құранның алғашқы аяттарында Адам ата мен Хауа ананың тарихы туралы айтылады. Онда Іблістің сайтанның айдап салуымен Адам алейхиссаламның қауымында алауыздық пайда болды делінеді. Сонда Құдай оларға кетуді бұйырды және бағдукум деді. Яғни сендердің бірің. Күм көпше түрді білдіреді. Бұл жерде екі адамды, яғни бір-бірімен ұрысқан ерлі-зайыпты екеуді білдіретін бағдукума деп айтылмаған. Кум араб тілінің есімдігі. Бағдукум ли бағдин аду, яғни бірің-біріне дұшпан болған күйде. Және ихбиту сөзі де көпше түрді білдіреді. Яғни адам, сендер бұл жерден кетулерің керек. Ол жерде ихбита деп айтылмаған. Бұл сен әйелмен кетуің керек дегенді білдірер еді. Араб грамматикасының осындай белгілі бір ерекшеліктері бар екенін түсінуіміз керек. Құранды оқығанда бір жерде кетіңдер деп қана айтылса, сосын басқа жерде ихбиту минха джамия, яғни осы жерден бәрін кетіңдер делінген. Джамия нені білдіреді? Кез келген арабтан сұраңыз, екі адам джамияны құрала ма? Джамия сөзі көпше мағынаны білдіреді. Яғни сендердің бәрлерін кетулерің керек. Сондықтан киелі кітапты, қасиетті Құранды Адам алейхиссаламның кезінде басқа адамдардың да болғанын айтады. Және бұл оның балалары ғана емес, басқа да адамдар. Біз Адам алейхиссаламның бірінші адам болмағанына сенеміз. Ол Құранда Құдайдан келген бірінші пайғамбар ретінде суреттеледі. Ол бірінші болып Құдайдан аян алған.
Құдайдың шариғатын әкелген. Қоғам құру үшін заңдар жинағын алған. Сонысымен ол басқалардан ерекшеленеді. Дегенмен тағы бір аспект бар. Адамның эволюциясы жайында айтылғанда, адам дамуының әрбір кезеңі де адам деп аталады. Адам эволюциялық дамудың жаңа айналымына келген сайын, және жаңа пішінге немесе жаңа түрге ие болған кезде, оны адам деп атайды. Бұл кейбір мұсылмандардың арасында түсінбестік, шатасу тудыратын секілді. Бұл сөз кейде жалпы мағынада, кейде белгілі бір мағынада қолданылады. Алайда әңгіме киелі кітап пен қасиетті Құрандағы адам жайында болса, біз ондағы Адам алейхиссаламды Құдайдың алғашқы пайғамбары деп санаймыз. Ал егер әңгіме жалпы адамзат мағынасындағы адам жайында болса, онда ол Аяз Сахиб егжей-тегжейлі түсіндірген адам туралы айтылады. Адам миллиондаған, миллиардтаған жылдар бойы бір жасушадан қазіргі күйге дейін эволюциялық дамудан өткен. Бұның айқын мысалы, бұл мүмкін емес деп ойлаған кезде, Құран бізге өзімізге қарауды бұйырады. Адам кішкентай бір ғалам секілді, және оның қалай дамығанын көрсетеді. Басында ол жалғыз жасуша, бір тамшы ғана болды. Екі сұйықтық бірігіп, керемет дамудың осындай биігіне жетті. Бұл бізді шынымен ойландырады.